Hayırlı gün оқушылар. Pifagor теоремасын қолданып, мәселелер шешуге көшейік. Бірінші мәселені қарайық. ABC параллелограмма берілі. A пышмағы 45 градус, B 4-ке тигіз, C яғын табарға керек. A, B, үш пышмағы туры пышмақлы. E пышмағы 90 градусқа тигіз. A пышмағы 45 градус. Демек, B пышмағы шулай 45 градусқа тигіз бұла. Демек, AB үш пышмағы тигіз янлы. A һәм B яқлары тигіз. Демек, A шулай 4-ке тигіз деген сөз. Һәм бұл туры пышмақлы үш пышмақтан AB гипотенузасын таба алабыз. Аның үшін Пифагор теоремасын қолданабыз. Пифагор теоремасы бойынша AB A һәм B яқларының квадраттары суммасынан квадрат тамыр алғанға тигіз бұла. A-ның квадраты, яғни 4-нің квадраты, B шулай 4-ке тигіз, 4-нің квадраты тапқыр 2. Келіп шыға нәтижеде тамыр астында 32, яғни 4 тапқыр тамыр астында 2 деп yazалабыз. Демек, параллелограмның қапма-қаршы яқлары тигіз болғанлықтан AB һәм C тигіз. Демек, C шулай 4 тапқыр тамыр астында 2-ге тигіз бола. Екінші мәселе. ABC туры пышмақлы үш пышмағы берілген, һәм D орта сызық AC-ны табарға керек. ABC туры пышмақлы үш пышмақ болғанлықтан B, D шулай туры пышмақлы үш пышмақ бола. Яғни D пышмағы 90 градусқа тигіз. B, D туры пышмақлы үш пышмағынан Пифагор теоремасы бойынша D катетін таба алабыз. D катетін табыр үшін B-ның квадратынан, яғни гипотенузаның квадратынан екінші катетінің квадратын алабыз. Һәм шуннан квадрат тамыр. Яғни 10-ның квадраты алам 6-ның квадраты, 64-тен квадрат тамыр, яғни D 8-ге тигіз келіп шыға. D ABC үш пышмағының орта сызығы, демек ол AC-ның яртысына тигіз деген сөз. AC-ны табыр үшін, демек D-ны 2-ге тапқырлайбыз. Нәтижеде 8 тапқыр 2, 16-ға тигіз келіп шыға. Демек, мәселенің жауабы AC 16. Үшінші мәселе. Тигіз янлы үш пышмақның ян яғы 17 сантиметрға, негізі 16 сантиметрға тигіз. Негізіне өткерілген бейіклігін табығыз. Мәселенің шарты бойынша тигіз янлы ABC үш пышмағы берілген, AB һәм BC яқлары 17-ге тигіз, AC негізі 16-ға тигіз, BD AC негізіне өткерілген бейіклік BD-ны табарға керек. Біріншіден үш пышмақ тигіз янлы. Демек, BD бейіклігі медианы да бисектрисы да болып тұра. Ол медианы болғанлықтан, демек, AD һәм DC AC-ның яртысына тигіз, яғни 8-ге тигіз бола. ABD үш пышмағынан, ол туры пышмақлы үш пышмақ, D пышмағы 90 градусқа тигіз. Пифагор теоремасын қолданып, BD-ны таба алабыз. Пифагор теоремасы бойынша AB-ның квадраты, AD-ның квадраты һәм BD-ның квадратлары суммасына тигіз. Яғни гипотенузаның квадраты, катетларының квадратлары суммасына тигіз. Шошы тигізліктен BD-ның квадратын есеплесек, AB-ның квадратынан алабыз AD-ның квадратын. AB-ның квадраты, яғни 17-нің квадратынан 8-нің квадратын алсақ, нәтижеде 225 келіп шыға. Демек, BD 225-тен квадрат тамыр алсақ, 15-ке тигіз келіп шыға. Демек, мәселенің жауабы BD 15.
Бүгінгі дәрістә Пифагор теоремасы белән таныштык. Бу геометриядәге иң мөһим теоремаларның берсе. Киләсе онлайн дәресебездә очрашуларга кадәр сау булыгыз.